Сәлем қыздар, бүгін сіздерге арасы шикі болмайтын, түрі де дәмі де керемет болып шығатын, ең бастысы ашытқысыз жасалатын бауырсақты дайындап көрсетемін. Жасалу жолы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан дайындалады. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдырыңыз. Бізге қажет заттың барлығын әдеттегідей описанияда қалдырамын. Енді шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүттің жылы болғаны дұрыс. Осы сүтке ертілген сары май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде сары май болмаса, оның орнына майонез, қаймақ немесе жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Яғни үйіңізде не бар, сол заттарды қосып жасай беріңіздер. Енді сары май мен сүтті жақсылап араластырып алып, үстінен 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық шекер және де қасығымызды толтырмай ас содасын қосамыз. Осыларды жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Содан кейін ұн қосуымыз керек. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Алғашында сүтке ұнды қосқан кезде вилкамен, яғни шанышқымен араластырамын. Қоюланғаннан кейін қамырды қолыммен илеп шығамын. Бізде өте жұмсақ, икемге келгіш қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды орап 15 минут демалдырамыз. 15 минуттан кейін тынған қамырды 2-ге бөлеміз. Бізде 2 үлкен зуала қамыр шығады. Оның біреуін алып, әдемілеп жайыңыздар. Біздің қамырымыз жұқа немесе қалың болып жайылмауы керек. Видеодағыдай қылып жасаңыздар. Енді біздің бауырсақтың формасы өздеріңіз қандай қылып жасағыңыз келеді, сондай формада істеңіздер. Мен ромбик қылып барлығын кесіп дайындап алдым. Содан кейін табама майымды құйып, қыздырып, қызған майға бауырсағымды 2 жағынан қызартып пісіріп алдым. Бұл асыққан кезде нағыз керек рецепт деп ойлаймын. Егер де осы рецептпен жасасаңыздар, лайк, комментария қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет, ас болсын.